Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жанама түрде тұжырымдалған есептерді шығару. Тақырыбымыздың бірінші есебінің астында мектеп алды дайындықта демалатын балалардың саны 27. Бізде осы саны оқушыларға қарағанда 3 есе кем. Және барлығы қанша бала демалатын табуымыз керек. Біз 27-ге, барлығын табу үшін 27-ге қосамыз 23 көбейтілген 3-ті. Бізде бұл жерде есе кем деп тұр, бірақ көбейтеміз. Себебі бұл сөзі тұрған кезде бізде кері амал жүреді. Сонда барлығы 108 бала демалды. Ә есебінде ұн 155 килограмм. Бұл осы ұнның салмағы, яғни салмағы дегенде массасы 5 есе артық қанттан. Сонда ол мысалы қант сонда аз екенін көрсетіп тұр. Ол аз мөлшерде екенін осы арқылы біле аламыз. Сонда бізде барлығы қанша килограмм екенін табуымыз керек. 155-ке қосамыз 155 бөлінген 5-ті. Есе артық, бірақ бізде кері амал бөлу. Сонда бізде 136 шығады. Бізді лагерьде 146 бала, бұл 2 есе артық ауылдағы балалардан. Сонда ауылдағы балалар аз екенін көрсетіп тұр. 146-дан, яғни 146-ны 2-ге бөлеміз, сонда 73 бала ауылға барады екен. Екінші есептің астында және әсінде тек қана осылай шешумен жауаптарын жазып қойдым. Берілгендері сіздердің кітаптарыңызда. А есебінің шешуінде 21-ге қосамыз 21 бөлінген 3-ті. Сонда барлығы 28 кітап. Келесі ә есебінде 24-ті 2-ге көбейтеміз де 24-тен азайтамыз. Сонда 24 бала артық екен. Б есебінде өзіміз осындай есеп құрастырамыз. Мысалы, мен бірінші кинозалда 78 адам, бұл 2 есе артық екінші кинозалдан. Барлығы қанша адам екенін табуымыз керек. Сіздер бұдан бөлек басқа есептер құрастыра аласыздар, немесе осы адам санында қанша есеге артық немесе кем екенде өзгерте аласыздар. Сонда біз 78-ге қосамыз 78 бөлінген 2-ні. Есе артық деп тұр, бұл тұрғасын кері амал қолданамыз. Сонда бөлеміз. Жауабында 117 адам екен. Ол бізде барлығы барған сан. Үшінші есепте берілген осы 8 есепті шығарамыз. Мұнаға назар аудармай қойыңыздар, сондықтан осылардан қарап шығарсаңыздар болады. Бұл жерде енді бірінші жақша орындаймыз, содан кейін көбейту немесе бөлу, содан кейін барып қосу немесе азайту. Төртінші есепте осындай өрнектейміз өлшем бірліктеріне шамаларына қарай. 4 центнер 5 килограмм, 405 килограмм, 840 килограмм, 40 килограмм 8 центнер деп қойдым. Бірақ бұл кітапта қате кеткен болар. Сіздер мынаны жазсаңыздар дұрысырақ болады. Мынаны жазудың қажеті жоқ. Жай былай кітапта бірінші килограмм беріліп тұрғасын сөйтіп жазып қойғам. Келесі 456 мм, 45 сантиметр, 6 мм, 3 сағат 25 минут, 205 минут, 2 тәулік 18 сағат, 66 сағат, 10 сағат, 5 минут, 605 минут. Бесінші есепте берілген теңдеулерді шығарамыз. Мына жерге бесінші есепте жазып қойғам. Осы 6 теңдеуді шығарамыз. Алтыншы есепте шықты 64 бала, бұл 4 есе кем. Қалғанынан енді барлығы қанша бала екен табуымыз керек. 64-ке қосамыз, 64 көбейтілген 4-ті. Есе кем деп тұр, бірақ бұл тұрғасын көбейтеміз. Сонда 320 бала. Ә есебінде ұлдар 156, бұл 2 есе артық қыздардан. Барлығы белгісіз бала. 156-ға қосамыз, 156 бөлінген 2-ні. Сонда 234 бала екен барлығы. Шешінші есепте берілген 2 есепке, яғни А және Ә есептеріне жақша қою керек. Мәні дұрыс шығу үшін. Біріншісінде 8 қосылған 4-ке жақша қойдым. Тексеріп көрейік. 8-ге 4 қосамыз, бізде 12 болады. Бұлай жазып қойайын. 12. Енді біз 12-ні 7-ге көбейтеміз. 84. 84 4-ке бөлсек 21 болады. 21-ге
2 қосамыз, 23 болады. Бұл жерде біз жақшаны дұрыс қойдық. Сонда 8 қосылған 4-ке жақшаны қоямыз. Болды. Ал келесі бізде келесі а есебінде 7 көбейтілген 8 қосылған 4 бөлінген 4 қосылған 2-ге жақша қоймаймыз, яғни қажет емес. Тексерсек қалай болады? 56, 4-ті 4-ке бөлсек бізде 1 шығады. 56-ға 1-ді қоссақ 57, 57-ге 2-ні қоссақ 59 шығады. 7-ші есепте осылай 2 есепті шығардым. Күріш 3 килограммнан 42 пакет, қарақұмық 2 килограммнан 48 пакет. Енді қаншаға артық екен табуымыз керек. Шыққан, яғни сандарын бір-біріне көбейтеміз. Әр дәнді дақылдың және одан азайтамыз. Сонда 30 килограмм артық екен. Сонда бізде күріш көп. Келесі а есебінде бала 96, ересек 24, 6 адамнан қанша шатыр? Егер бір шатырға 6 адамнан болатын болса, онда 96-ға 24-ті қосамыз да 16-ға бөлеміз. Сонда 20 шатыр қажет екен. 9-ші есепте бізде әр бала өзінің досына қасындағы өзінің бір-бірден суретін береді. Барлығы 6 фото сурет екені белгілі. Қанша бала екен табуымыз керек. Сонда біз енді не істейміз? Бізде мұнда мысалы сіздерге осылай жай ғана айту қиын болса, логикалық тапсырмаға онда ат қойып жасасаңыздар да болады. Мысалы бірінші баланың аты. Бірінші баланың аты қандай болсын? Мадияр болсын. Екінші баланың аты Амир. Үшінші баланың аты Жандос болсын. Сонда бастарына жазып қояйық. М-А-Ж деп. Мадияр өзінің суретін Амирге береді және Жандосқа береді. Бұл бізде 2 енді, 2 фото сурет. Енді келесі Амир болса, Жандосқа және Мадиярға береді. Тағы да 2 сурет, сонда 4 сурет шықты. Ал енді бізде Жандос Амирге және Мадиярға береді. Тағы да 2 сурет, сонда бізде 6 фото сурет шығады. Сонда бізде 6 бала бір-біріне суреттерін берген екен. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.